Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді тағам дайындаймыз. Бізде қойдың етін осылай маринадтап аламыз. Имбир, соевый соус қосамыз, бұрыш, тұз, бәрін сеуіп аламыз да. Енді жақсылап араластырамыз. Одан кейін кептірілген бұрышымызды ыстық суға салып аламыз. Осылай турап дайындап алдым қосатын заттарымызды. Енді кастрюлеміздің астын қосып, майымызды қыздыратын боламыз. Майымызға аджуа приправасын қосамыз. Және кішкене қант сеуіп жібереміз. Әбден қызған майымызға етімізді салып қуырамыз. Етіміз шамамен 30-40 минут бұқтырылады. Одан кейін помидорымызды саламыз. Кішкене имбир салдым. Көк пиязымызды бетіне саламыз. Қалған соевый соусымызды құямыз. Кептірілген бұрышымызды саламыз. Етіміз пісіп дайын болғанда картошкасын саламыз. Картошкасын салған соң 30 минуттай бұқтырамыз. Ең соңында ашты бұрышымызды саламыз. Кешкі асымыз дайын.
астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді. Және менің каналыма тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз.